Сәлем сөздің анасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы, тек тілге жеңіл жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр кесін айналасы деп отырып, армысыздар құрметті бизнес бастау кәсіпкерлік мектебінің 29-шы ағым шабандоздары. Сәлеметсіздер ме, ханымдар мен мырзалар және қонақтар. Ахметбек Нұрсила бастаған бизнес бастаудың 29-шы ағым түлектерінің бітіру кешіне қош келдіңіздер. Бүгінгі салтанатты шарамызды әрі әнші, әрі композитор Гүлжазира Төлебаеваның Тойбастар әнімен бастауды жөн көрдік. Кәнекей қошеметтің ортаға Гүлжазира ханымды шақырамыз. Шашу етем жырдың арайын, мендегі ыстық махаббат сіздерге жыр болып тарқамас. Тойыңыз тойда болсын, алладан болып шапағат. Мейманды болсын төріңіз, иманды болсын тегіңіз, жасауда берсін мәңгілік қазақтан қайсар еліміз.
кәсіпкер, сапалы қазақ қоғамының қалаушысы, бизнес тренер, бизнес бастау мектебінің негізін қалаушы тұлға. Ахметбек Нұрсила Күсетайұлы бизнес бастау мектебін ашудағы басты мақсатым қайтсем де қолымнан келгенше қандастарымның жақсы тұрмыс сүруіне ықпал жасаймын деген сөзіне берген сертінің нәтижесі деп баяндайды. Содан бері мінекей 29-шы ағым аяқталып келе жатыр. Әр ағымда шабандоздардың 90%-на жуығы жетістікке қол жеткізеді. Мұның барлығы бизнес бастау кәсіпкерлік мектебінің ұжым құрамының талмай кеткен еңбегінің жемісі деп білеміз. Бүгінгі кешімізді ашып беруге бизнес бастау кәсіпкерлік мектебінің Шымкенттегі кураторларына сөз кезегін береміз. Бұл күнде техниканың тілі асау, заман жоқ тасқа басып таңба қашау, еңбегінен шықпасын десең шаршау, Нұрлан ағаны шақырып ап, сұраймыз қалай ет деп сайт жасау дей отыра, Нұрлан ағаны ортаға шақырамыз. Жоғалтып динозавр көшіретін, миыңда техникада пісіретін, таргетинг Нұрисламды шақырамыз, көздегенін снайперде түсіретін де отыра ортаға Қайткенде ісің сенің тез өнеді, білмесең саудаң ақсап тез өледі, ондайда Балжан ханымды шақырамыз, кооператинг сөз өнері. Ал енді құрметті кураторлар 29-шы ағым түлектеріне өздеріңіздің жылы лебіздеріңіз болса. Ассалаумағалейкум, құрметті қырандар десем болатын шығар бүгін. Енді Құдай қаласа, бүгін былайша айтқанда, бүгінгі болып жатқан тойларыңыз құтты болсын. 2 ай осындай қажырлы еңбектің осындай талмас қанатты бітіріп, осындай керемет кешке сүрінбей жеткендеріңіз үшін барлықтарыңызға шын жүректен құттықтағым келіп отыр. Енді мынау бітіру кеші деген бұл аты ғана негізінде бар ғой. Құдай қаласа сапалы қазақ қоғамына жаңадан бастаған қадамдарыңыз құтты болсын деген келіп отыр. Енді жаңа ғана сапалы қазақ дегенде Ахметбек ағамыздың айтқаны бар ғой. Сапалы қазақ болу үшін жаңағы сапалы өмір сүру керек деп, соның бірі енді жаңағы сапалы өмірдің бір несі ұйқыны дұрыстау керек деп айтты ғой. Ұйқыны дұрыстау керек деп. Енді мен сіздерге бір не айтқым келіп отыр, мен осыған соң толықтырып қосып кеткім келіп отыр да, негізі ұйқының несі туралы. Мынау сіздер үшін бар ғой, сіздер үшін жалпы күн қай уақытта басталады? Азанда 5-те. Жауап беріңіз. Таңғы 2-де. Айта беріңіздер қысылмай. Мысалға мен осы инсайт болып тұр да, маған просто сіздермен бөліскім келіп жатыр, шынын айтқанда бар ғой. Мен осы күнге шейін менің күнім азанда тұрдым, көзімді аштым, сол кезден басталады деп ойлап жүргем да негізі. Сіздерде де солай ма? Менде сондай. Мынау енді мына қараңыздар. Ахметбек аға айтады, онда жату керек, азан сағат 5-те тұру керек деп, айтады ғой, естіңіздер ғой барлықтарыңыз. Енді қараңыздар. Енді мен соған бір толықтырып кетсем, өзіме инсайт болды, өте жақсы, одан кейін осы көмектесіп жатыр. Одан кейін бар ғой, азанда 5-те тұру вообще қиындыққа, одан кейін вообще қиын болмай қалады сіздерге. Қазірдің өзінде үйреніп қалған шығарсыздар, бірақ негізінде. Егер осыны біліп алсаңыздар, вообще оңай болады сіздерге. Өйткені менің өзім басымнан өтті, осы ол былай болды міне.
Енді қараңыздар, біз осы күнге шейін ойлап жүрген көзімді ашам, жаңа күн басталды, кешке дейін жұмысымды істедім, кештен кейін екінші бөлікті отбасыма арнадым, отбасыма арнағаннан кейін енді бүгінгі күн өтті ғой, шаршадым, не қылдым, енді демалуым керек, бүгінгі күннің жалғасы. Сонда ұйықтағаннан кейін, ұйықтаған кезде сол күнді мен осы күнді бітірдім ұйықтаумен деп ойлап жүргем. Бірақ негізінде күн күннен бұрын жүреді екен, құрметті ағайындар. Өйткені енді қараңыздар, сіздер енді кешке дейін шаршап не қылғаннан кейін кейбір кезде отырып қаламыз, түнгі 12-1-ге шейін отырып қалатын кезіміз болады. Сөйтеміз да, ол келесі күннің несіне, ақысына кіріп кеткен болады екенбіз. Ұрлап жатырмыз да, келесі күннің несіне. Енді оны былай ауыстыратын болсаңыздар, түн бірінші жүреді деп ауыстыратын болсаңыздар, былай болады екен. Мен ертеңгі күнім жақсы болу үшін мен ұйқым қанып тұру керек. Ұйқым қанып тұрған болатын болса, ертең көңіл күйім тамаша болады. Көңіл күйім тамаша болғаннан кейін, ертеңгі жұмысым жақсы жүреді. Жұмысым жақсы жүргеннен кейін, кешке отбасыма жақсы көңіл бөле аламын. Сонымен қайттан жаңағы. Сонда қараңыздар, исламмен салыстыратын болсақ та, кешкі аср намазынан кейін уже келесі күнге ауысады. Енді осыны есте сақтайтын болсақ, кешкі нәрсе түн келесі күннің басы болатын болса, яғни келесі күнге қаншалықты сіздер бодрый, жаңағы көтеріңкі көңіл күймен тұрғыларыңыз келетін болса, кешке жаңағы Ахметбек ағамыздың айтқандай өмір салтын жақсы ұстанатын болсаңыздар, шынымен де осы нәрсе мықты болады. Сондықтан мынау сапалы қазаққа қош келдіңіздер, Құдай қаласа. Мынау талмас қанатты бітірдіңіздер. Самға үшіп өте үлкен жетістіктерге жете берулеріңізге тілектеспін. Құдай қаласа, мынау үлкен осы кәсіпкер болып Қазақстанға жаңағы үлестеріңізді тигізіп, осындай бизнес бастап алған едік деген жақсы атқа ие болуларыңызға барлықтарыңызға тілектеспін. Құтты болсын. Қайырлы кеш, қандар, будущий бизнесмендер, миллионерлер. Бітіру кеші емес, басталу кеші деп айтуға болады. Жаңа өмірдің басталуы. Бұдан кейін өмірлеріңіз бөлінеді. Бизнес бастауға дейін, бизнес бастаудан кейін деген. Сөйтіп, уже салыстырған кезде уже білетін боласыздар. Өмірлеріңіз қалай өзгерді? Біреумен салыстырма дейді, бұрынғы өзіңмен салыстыр дейді. Сол кезде өзгергеніңді көресің. Сіздер қазір отсыздар, бұл жерде тек нелері қалған, сүзгіден өтіп та, воронкадан өтіп, сіздер өттіңіздер ғой воронкадан, сол воронкадан өткен адамдар қалған. Тек алтындарды сүзгіден өткізеді ғой, сол алтындар ғана қалады да, сіздер сол алтындарсыздар. Қалғанның бәрі сынақтан өте алмай, бұл өмірдің сынағына шыдай алмай, 2 айға шыдай алмай қалып қалды. Енді бұл бірінші қадам, лестницаға шығатын қадам дей берейік, бірінші ступенька дей берейік. Әлі алдарыңызда қанша ступенькалар бар, содан қайтпаңыздар. Жотадан қайтпаңыздар, жотадан шыққан кейін таудан қайтпаңыздар, таудан жоғары аспандата беріңіздер. Барлық армандарыңыз, жазған 100 арман, мақсаттарыңыз бәрі орындалсын. Енді қайға жүруді, қайға бағыттауды бәрін білесіздер, бәрін пландап қойдыңыздар, уже табысты көрдіңіздер. Сіздерге тек сәттілік тілеймін. Осы неден қайтпаңыздар. Ортадан кеттім, аламан бітті-ау, ол басқа өмірім деп бұрынғы өмірге қайтып бармаңыздар. Ол жеңілдендеріңіз. Осы қалай басталды, сол қалпымен талмай кетіп, қанаттарыңыз біткен қалып ұшып аспандата беріңіздер. Манда екі кісілердің ондықтар аламын жап шыққан болайық. Қошемет білдіріп қойшы осы екі кісіге. Кеш жарық, құрметті шабандоздар, сіздерді бітіру кеші дейді ғой. На самом деле бұл бітіру кеші емес, басталу кеші, жаңа өмірге деген басталу кеші. Балжан әпке айтқандай, жаңағы арманға қарай лифт жоқ қоған. Тек қана шаг за шагым дейді ғой. Баспалдақпен бір қадам жоғары көтеру арқылы өзіңізді дамытып қана жете аласыздар.
Шынында да мынау ағым өте керемет ағым болды. Басқа ағымдармен салыстырғанда өзім 26-тан бері келе жатырмын ғой. Мұндай ағымды көрмедім. Өзім де бауыр басып қалдым сіздерге, бар ғой. Шыны керек. Сол құтты болсын осы бітіру кештеріңіз. Чатта жазып тұрыңыздар, кет қалмаңыздар, ол болып бітті ғой деп. Я ма? Құтты болсын сол бітіру кештеріңіз. Рахмет, кураторлар. Кураторларға қошеметтің ортасы. Қалай қарайсыздар? Давайте. Әнұран. Ортаға шығамыз. Ұялмаймыз. Şaban dostları, yukarıda
отырмай тұрып, алаш деп үш рет айтайықшы. Нарық заңы төңкеріс, ақша табу күн көріс. Алдыменен санаңда болу керек өзгеріс. Үйренсін бұдан балаң да, үйренсін далаң қалаң да. Ұлы көштен қалмаңдар, ұл өзгеріс заманда. Келесі ортаға шығатын, сіздерге 29 ағымда ең жақында, жанашырда бола білген. Әр қайсымыздың кәсіпкер болуымызды Алладан тілеп, бізге бағыт бағдар көрсетіп, әркез басымызды қосып жүрген, әрі онбасы, әрі сардар болып, көш бастаған Абджанов Ғазиз мырзаны ортаға шақырамыз. Қайырлы кеш, құрметті біздің шабандоздар, яғни мәреге жеткен барлықтарыңызға ризамын, барлықтарыңызға рахмет, осы соңына дейін жеттіңіздер. Бүгін барлығымыз біз бақыттымыз, осы өзімізге берілген миссияның бірінші бөлігін орындап біттік деп түсінеміз. Енді алдағы уақытта біз осы орындалған, біз өткенде алдын келген кезде осы Қазақстан бойынша ең үздік шабандоз боламыз деп уәде берген едік, оны орындадық, оны білесіздер, барлықтарыңызды құттықтаймын. Қазақстан бойынша ең онлайндықтардың ішіндегі, яғни офлайн ішінде ең мықты біз болып отырмыз қазіргі кезде. Осы Шымкент қаласы. Оны біз өткенде Алматы қаласына барған кезде дәлелдеп келдік. Барған кісілер білесіздер ғой, ағайдың өзі қолдап риза болып жатыр. Ол біздің тек қана ол жерде табыс тапқанымыз емес, ол біздің өмірде негізі екі күн болады дейді маңызды. Біреуі осы дүниеге келген күнің, екінші дүниеге не үшін келгеніңді түсінген күн деп. Біз соны түсіне білдік, барлықтарыңыз. Тек қана табыс табу емес, біз сапалы өмір сүруді түсіндік, және біз айналамызға жақсылық жасауды түсіндік. Сол барлықтарыңызға осы келген орта ұзағынан болсын, осы үздік деген жүздікті болдық, енді ұстап тұру біздің қолымызда. Баршаңызға осы алған білімдеріңіз, өмірлеріңізді табысты, берекелі өмірлеріңізді сапалы етсін. Сапалы қазақ қоғамына келгендеріңізге барлықтарыңызға қош көрдік, құтты болсын. Енді осы жасап атқан, енді қазір осы жерде біз тек қана өзіміз емес, жанұямызға да соны сіңіре білдік. Таңертең тұруды, сапалы болып өмір сүруді ұрпағымызға. Менің сөзімді ары қарай ұлым өзінің сіздерге арналған әнімен жалғастырғысы келеді.